Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сүт өнімдерімен, соның ішінде айран мен қаймақтың алыну жолын көрсеткім келіп отыр. Ендеше соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен сиырымызды сауу үшін бұзауымызға бас жіпті байлап, алдымен сиыр ейіп сүт шығу үшін емізіп аламыз. Кішкене емізгеннен кейін бұзауымызды байлап қоямыз да сиырымызды сауа береміз. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сүтімізді сауып болғаннан кейін оны сүзгіден сүзіп алып, жылытып, одан кейін сүт тартатын машина, яғни сепаратор машинамен тартып аламыз. Машинамен тартқан кезде абрат сүт және қаймақ бөлінетін болады. Сүт машинасын тартып болғаннан кейін бөлінген абрат сүтімізді үлкен қазанға құйып пісіріп аламыз. Абрат сүтімізді пісіріп алғаннан кейін кішкене суытамыз. Суытқаннан кейін оны үлкен кастрөлге құйып, ішіне ұйытқымызды салып, жылы жерге қоямыз. Және бетін жылы көрпешелермен орап тастаймыз. 4 сағаттан кейін айранымыз біздің дайын болды. Оны салқын жерге, яғни тоңазытқышқа салып қоямыз.